Енді тастарын жапсыра бастаймыз. Оюлардың ең крупный тастарын желательно тоже клеймен жапсырып алыңыз. Сосын оны көрінбейтін жіп мононитпен тігіп жіберсеңіз де болады, былай ақ жіппен тігіп жіберсеңіз де болады. Желательно ең бірінші оюды бастаған кезде осы тастарын тігіп бастаймын мен, өйткені осылар берік тұру керек та, қатты болып. Шеттерін қиып жіберіп жатырмын. Мен мына жерде мононитпен тігіп жіберіп жатырмын, көрінбес үшін кристаллын. Сіз кәдімгі обычный жіппен де, қазір жіпті керек құжаттардың ішіне салып қойдым. Сол жіппен де тіге беруге болады. Кристаллдарын әуелі қатырып тігіп аламын. Сосын бірнеше рет қайтарып тігіп жатырмын, қатты тұру үшін. Сосын осы жерден стразный лентаның үстін басырып тігіп бастайтын, көрдіңіз бе? Каждый екі тастың арасын тігуіңізге болады. Я болмаса каждый бір тастың арасын тігуіңізге болады. Енді сіз пока үйреніп, өзіңізге ыңғайыңызға қарайсыз. Мен екі тастың екі стразный лентаны аттап тігемін. Берік тұрады, прям жақсы тұрады. Өстіп барлық стразный лентаны айналдырып тігіп шығамын. Сол кезде түсіп қалмайтындай бүкіл ана ленталар нық тұрады. Үлкен кристалдар мен тастардың арасын бәрін тігіп шықтым. Міне көріп тұрсыз, барлығын қатырып тіктім, қатайтып. Енді кәжекейде де солай барлығын тастарды, кристалл тастарды, сосын стразный лентаны